ағылшын тілінде қалай болады екен? Гаухардан сұрайық. Ресейбі жанар февраль. Жарайсың, өте жақсы. Ал тақпақ білеміз бе балалар? Иә. Сейтмұхамед Айзере? Дауда қабылайды, ақ мамық қабылайды, мұзлайды, қатады, жып жұтып жатады. Тағым айтады. Мариям айтамын. Ақыз болып бөлеміз, қыз-қызын көреміз, тарайып қасындап, шүмер бар денеміз. Өте жақсы балалар. Ендеше орындарыңызға қарайық. Қарыңызға не тексершеңіз. Келе алмайсың. Şimdi келе. Тез-тез. Нұрсия, тыңда келе. Балалар, бізде қазір математика оқу қызметі. Оқу қызметімізді ұранымызды айтудан бастайық. Білім, Бізде шерек баламыз, математика әлі тапсам алды боламыз. жарайсыңдар, жақсы көңіл күймен оқу қызметімізді бастайық. Балалар, өткен оқу қызметінде біз не өттік? Кімнің есінде? Жібек айта ғой. Біз өткенде сандар өттік. Қай санды өттік? 7 сандар. Өте жақсы. Балалар, біз өткен оқу қызметінің 7 санын өттік. Тақтаға назар аударамыз. Бізге өткен оқу қызметінде нелер келді қонаққа? Құртақандар. Олардың саны неше болды? 7. Жарайсыңдар, 7 құртақан келді. Бірінші тұрған құртақанымыздың бойы қандай? Ұзын. Ал 7-ші тұрған құртақанымыз? Қысқа. Өте жақсы. Балалар, 7 саны қасиетті сан. Қазақ халқында оған байланысты көптеген нақыл сөздері бар. 7 санымыз балалар. Сандық қатарда қай саннан кейін тұрады екен? Гаухар айта ғой. 6-тан кейін тұрады. Өте жақсы. 7 санымыз 6-дан кейін тұрады. Балалар, жаңағы айтып өткенде қазақ халқында 7 сан қасиеттісі. Берсін әлі. Тұршын. Мәзілдіктісі. Не көріппісің? Сан. Мам. 7 шекпек деп айтамыз, солай ма? Оны біз не істейміз? Жейміз, сосын? Көршілер біздерге үйге алып келген кезінде мамалар қол тимей жатқан кезде не деп айтамыз? Қандай сөздер? Қабыл болсын, өте жақсы. Айзере, тұра ғой, саталды Айзере. Мына суретте не көріп тұрсың? 7 тарасы. 7 қарақшы. Бұл қайда көрінеді? Түнде. Қай жерде көреміз? Қараңғыда көреміз түнде. Қайда тұрады ол? Аспанда. Балалар, бұл 7 қарақшы. Бұны біз білеміз. Мен сендерге өткен оқу қызметінде айттым. Мамаларымен шығып көрдіңдер ма? Иә. Ата-бабаларымыз адасып кеткенде баяғы балалар жол таба алмағанда осы 7 қарақшыға қарап жол табатын болған екен. Өте жақсы балалар, бұл 7 қазақтың 7 қазынасы. Соны бәріміз білеміз. Қайын барлығымыз атап өтейік. Ер жігіт, су әйел, ақыл білім, жүйрік ат, жүйрік тазы, берек мылтық, қыран бүркіт. Осы қалың балалар қазақтың 7 қазынасы. Балалар, ендеше алдарыңызда тұрған таяқшалардан маған 7 деген санды жазып көрсетіңдер. Қане? 7 санын жарайсың, Малика. Көрсет маған. Былай жазамыз. Өте жақсы. Жаздық па балалар? Ол жазған санымыз қандай сан? 7 сан. Өте жақсы. Таяқшаларды алып, жинап қоя қойыңдар. Не қоямыз бала? Балалар, бұл ненің дауысы? Ешкінің дауысы қайдан шығып тұр? Қайдан шығып тұр екен? Аттарым, шаттарым, үлкен аттарым, есікті ашып басқаларға жібергендері. Балалар
айтасың. Біз ешкімге көмектесеміз бе? Иә. Тапсырма орындауға дайынбыз ба? Иә. Өте жақсы бала, біз ешкімге көмектесіп жақсылық жасайық. Қарайықшы бала, бұл ертегідегі ешкім уақыттан неше өткен санайықшы? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Неше бала бар екен? 7. Ендеше біз 7 тапсырма орындауымыз қажет балалар. Бүгінгі біздің өтетін оқу қызметіміздің тақырыбы 1-ден 7-ге дейінгі сандар және апта күндер деп аталған. Тапсырма орындауға дайын болсақ балалар, маған Қасқырдың бірінші тапсырмасы ол. 1-ден 7-ге дейін сандарды 3 тілде тура және кері сана дейді. Маған шиқылау келе қойсын. Нұрислам, Кәусар, Аягөз, Нұртас, Бержандар. Мына жерден сандарды аламыз, сандық қатарды құрамыз. Қане. Бір сандарына қараң, сандық қатарды құрыңдар. Қане тез. Балалар дұрыс тұрды ма? Иә. Ендеше біз санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Орыс тілінде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Өте жақсы. Көрейік қасқыр уәдесінде тұрған екен. Қасқыр уәдесінде тұрып бір лақты жіберді. Бала біз бір лақты кері қайтарып. Келесі тапсырмасы сандар туралы тақпақтар айт дейді. Ендеше осы балалардан сұрайды. Балалар өздері туралы тақпақтар білесіздер ме? Ендеше айтыңдар. Нұрса? Не? Лекциясында bir tiyatrodamın sandağı da olsa iyi olur. Ne? Bine yakın sanatı kanaş yakıtı mona ağaydı. Kıyığı yapıyordu. Жарайсыз. Нұрса? Su arkadaşlar üçüncü metram kağıza sık düşüşe iki salam. Жарайсыз. Üç kasanda tek sanı jüp boğanda necetsin. Dört temiz bayağı, dört tülükün ayağı. Жарайсыз. Dörtün keyin besti, bülüğüne tisti. Dörtün durun sanasa tabasına besti. Жарайсың. Қосаға? Men özümde katlarga bestin keyin koyamın. Basın birden bastağıp nöğünün biter ayağım. Karamda kızıktı, düşüge meni kusatıp şetip olam bir tarsam bir ortamdan sızıktı. Өте жақсы. Қасқыр уәдесінде көрдіңіз бе? Біздің балалар тақпақты өте тамаша айтты. Жарайсыздар балалар. Тағы бір уақытты біз қайтардық. Балалар қасқырдың келесі тапсырмасы. Көршісін тапты. Бұны ойын ретінде біз ойнап көрсетеміз. Сандардың көршісін табамыз. Баймеке келе қожам. Бақа келе ғой. Сендер. Мына тұрған сандардың сен 3 санның көршісін маған тауып көрсет. Sanın kursu yıkılıyor. Балалар қарап отырамыз. Dört. Өте жақсы. Отыра ғой. Баймеке келе ғой. 2 санның көршісі, 3 санның көршісі, 2 және 4. Баймеке 5 санның көршісін тауып бере қойшы маған. Bir sanın kursu dört bir Қайсы? altı. Өте жақсы. Маған 2 санның көршісін кім тауып береді? Аягөз кел. 2 санның көршісін тауып бере қойшы маған. İki sanın kursu bir Ja. және üç. Жарайсың. Балалар 4 пен 5-ге ортақ көршіні кім тауып береді? Нұртас келе ғой. 4 пен 5-ге ортақ көрші қайсы? 4 ба, 4 пен 5 ортақ көрші.
Қайсан? 4-ні алып қоямын. Өте жақсы. Балалар, өте жақсы. Сендер тапсырманы өте дұрыс орындадыңдар. Не балалар, тақтадағы біздің сандарға сәйкес келіп тұр ма сендерді? Өте жақсы балалар. Қасқыр? Балалар, қасқырдың келесі тапсырмасы сұрақтар екен. Мұқият тыңдаймыз. Аспанда неше күн бар? Нұрсер қайдағы? Аспанда күн бар. Өте жақсы. Аспанда бір күн бар. Қоянның неше құлағы бар? Аяр айтағы? Қоянның неше құлағы бар? Қоян неге орағысы бар? Қане көрейік. Дұрыс айтасың. Ал мысықта неше аяқ бар? Берсін әлі? Мысықтың 4 аяқ бар. Мысықтың 4 аяқ. Дұрыс айтасың. Өте жақсы. Ал енді тақтаға қараймыз. Тауық неше балапан шығарды дейді. Санаймыз. Тауықтың неше балапан шығарған? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Неше балапан шығарды? 7. Қане көрейік. Дұрыс балалар. Тауық 7 балапан шығарыпты. Көлде неше балық қалды дейді. Жібек қарашы, көлде алдымен неше балық бар екен, санап алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Неше балық бар? 7. Ал, жүзіп кеткісі тұр ол балықтар. 1, 2, 3, 4. Неше балық жүзіп кетті? 4. Жарайсың. Ал, неше балық қалды? 3. Айта ғой, жібек. 3 балық қалды. Қане көрейік тексеріп. Өте жақсы. 3 балық қалды. Жібек өте жақсы орында. Қасқыр тағы бір балықты жіберді. Сендердің тапсырмаларың бала. Қасқырға алып жатқан сияқты. Келесі тапсырмасы. Жеке санға мақал мәтел айтты. Біз мақал мәтел білеміз бе? Иә. Кім айтады? Айта бармыған? Ет атасын білгені өлзеті жылтыр қамын жел, өзің ғана білгені құлағы мен жағын жел. Өте жақсы. Тағы кім айтады? Нұрай тұра ғой? Жеті түрі білім біл. Жарайсың. Нұрайдың мақалы қандай жақсы? 7 жұрттың тілін білден, 7 түрлі білім білден. Біз тілді көп білген сайын балалар, сондай білімді болады екенбіз. Тағы кім айтады? Нұрғиса? Жігітке жеті өнерде аз дейді. Біздің жігіттеріміз өнерлі болу керек екен балалар. Ал ендеше біздердің мақалдарымыз қасқырға ұнады ма екен? Жарайсыңдар. Сандарды суреттермен сәйкестендір. Оны балалар, біз ойын ретінде алайық. Балалар, мұнда суреттер берілген. Осы суреттерге сәйкес біз сандарды жапсырамыз. Берсін әлі келе ғой. Нұрсерік, сен келе ғой сен. Қатыспай отырсың ғой ойынға. Нұрсерік, сен бірінші суретте не көріп тұрсың? Кел, мен қасыма келе жатырмын. Не көріп тұрсың? Неше күн көріп тұрсың? Ал ендеше соған сәйкес санды алып жапсыра ғой. Өте жақсы. Айсезім келе ғой. Айсезім, сен мұнда не көріп тұрсың? Не көріп тұрсың? Айта ғой. Көлік. Неше көлік көріп тұрсың? Неше? 2. Ендеше соған сәйкес санды алып жапсыра ғой. Өте жақсы. Дұрыс па балалар? Иә. Нұрай келе ғой. Нұрай, сен мұнда не көріп тұрсың? Мен мұнда гүл Көріп тұрсың ба? Жарайсың. Неше гүл көріп тұрсың? Санашы. 1, 2, 3. Неше гүл? 3. Ал сәйкес санды. Нұрай айтты, дұрыс па балалар? Иә. Дұрыс. Артық Кәусар келе ғой жан. Ал Кәусаржан, сен мұнда не көріп тұрсың? Ақ төс күшік. Жарайсың. Санайшы күшіктер. 1, 2, 3, 4. Неше? 4. Жарайсың. Ала ғой. Деген санды алып жапсыра ғой. Дұрыс па балалар? Иә. Малика келе ғой. Маликадан сұрайық енді. Малика, сен мұнда не көріп тұрсың? Мен
бірге. 1, 2, 3, 4, 5. Неше шырша? 5. Жарайсың, ал. Шыршаға. Малика жан. Малика, кел жан. Біз шыршаны санадық. Санды шыршаға жапсырамыз. Алалым. Санды алып шыршаға жапсырамыз. Дұрыс па балалар? Иә. Өте жақсы. Енді аягөз келе қожан. Кет. Аягөз дейді. Аягөз, сен мұнда не көріп тұрсың? Мен мұнда алмаларды көріп тұрмын. Санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неше алма? 6. Жарайсың, алып жапсырамыз. Дұрыс па балалар? Иә. Жарайсың. Қосар келе қожан. Тез қана келеміз. Қосар, сен мұнда не көріп тұрсың? Мен мұнда лақтар көріп тұрмын. Жарайсың. Лақтарды санайық ендеше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Неше ла? 7. Аламын. Балалар, сандарды суреттермен дұрыс сәйкестендірдік пе? Иә. Сендер өте ақылды балаларсыңдар. Мен сендермен мақтан тұтамын балалар. Қасқырға біздің бұл тапсырмамызда ұнаған сияқты. Балалар, келесі есептер екен. Біз есепке жүйрікпіз ғой. Асанда 3 асық. Мұқият тыңдаймыз. Асанда 3 асық. Арманда 2 асық. Барлығын қосқанда неше асық болады екен? Анығын айта ғой. Барлығын қоссам неше асық болады? Барлығын қоссам 5 асық. 5 асық? Сен оған қай амал қолданып шығардың? Қосу амалын қолданып. Ал қарайық. Дұрыс айтасыңдар бала, 5 асық болады екен. Келесі есеппен мұқият боламыз. Талда 5 торғай. 5 торғай. Ұшып келді 1 торғай. Барлығын қосқанда болады неше торғай? Қане есептейміз. Талда 5 торғай. Қауқар айта ғой? Барлығын қоссам 6 торғай. Жарайсың. Сен қай амалды қолдандың? Қосу амалын. Жарайсың. Біз қосу амалын өткен болатынбыз. Дұрыс па балалар? Иә. Қауқарда өткен дұрыс орындады. Қасқыр тағы бір лақты жіберді балалар. Жарайсыңдар. Рахмет балалар. Сендер өте ақылды балалар екенсіңдер. Сендерге ризамын. Сендердің тапқырлықтарыңның арқасында мен 7 лағыммен қауыштым. Сау болыңыздар балалар. Балалар, біздің тапсырмаларымыздың арқасында ешкіміздің 7 лағына қауышыпты. Біздер жақсылық жасадық балалар. Қасқыр лақтар дұрыс қайтарды ма екен? Бір санайықшы балалар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дұрыс қайтарған ба? Иә. Дұрыс балалар. Қасқыр да уәдесінде тұрып, 7 лақты қайтарыпты. Балалар, 7 санына байланысты біздерде апта күндері де бар. Бір аптада 7 күн бар. Бірінші күніміз дүйсенбі, екінші күніміз сейсенбі, үшінші күніміз сәрсенбі, төртінші күніміз бейсенбі, бесінші күні жұма, алтыншы күні сенбі, жетінші күні жексенбі. Бір аптада 7 күн бар. Апта күндері осылай қайталана береді балалар. Біз балабақшаға неше күн келеміз? 5 күн. Ал үйде тағы 2 күн демаламыз, солай ма? Иә. 5 күн 2 күн болсақ 7 күн болады. Сонда бір аптада балалар 7 күн бар екен. Апта туралы балалар тақпақ білеміз бе? Апта күні. Кім айтады? Ерсінай айта ғой. 7 күні. 7 күні бір апта. 7 үшін бір апта. Апта бойы құжатпай алға қарай бір апта. Жарайсың. Өте жақсы. Қандай тамаша тақпақ. Балалар, орнымыздан тұрып, серігіп алайық. Қане? Серігіп аламыз. Сұрағымыз қане? Тұрғысы тұрақ. Айзері бар тұрағы. Дүйсенбіде Ойнадым далада, сәрсенбіде серік құрдым қалада, сәрсенбіде сурет салдым.
ашамыз. Карандаш тұрған бетін. Қане балалар ашыңдар. Карандаш тұрған бетін ғана ашамыз. Міне, карандаш тұрған бетін ашамыз. Ашық балалар. Қане енді? Карандаш тұрған бетін ашамыз. Аштық па балалар? Нұрғиса? Саған көмек керек сияқты. Аша алмай жатсың ба? Енді маған қараймыз. Балалар, жаңа айтып өткендей, бір аптамызда 7 күн бар екен. Бізге мынадай тапсырма берілді. Рет санын жаз дейді. Мына апта күндеріне біз сандарды жазып шығуымыз қажет. Бір аптада неше күн бар дедім? Ендеше осылардың барлығын біз рет-ретімен жазуымыз қажет. Мұнда бір қыз баланың суреті бейнеленген. Алдымен осы қызға ат қойып, Айгерім деп қояйық па? Жарайды. Айгерім дүйсенбі күні не істеп тұр? Дайындалып тұр. Дүйсенбі күні қай күні? Ендеше бір деп жазамыз. Не балалар? Бір деп жазамыз. Қараңыз, оң қолдарымызға ұстаймыз. Жазамыз. Бір деп жазамыз. Жаздық па балалар? Сейсенбі күні Айгерім не істеп тұр? Сурет салды. Сейсенбі күні қай күні? Ендеше 2 деп жазамыз. Айгерім сәрсенбі күні не істеп тұр балалар? Билеп тұр, яғни ол күні бегеге барған екен. Сәрсенбі күні қай күні? Ендеше 3 деп жазамыз. Алжан. 3 деп жазамыз. Қане жазың балалар? Қосажын жаза ғой. Ұстай ғой. 3 деп жаздық па балалар? Өте жаздық. Айгерім бейсенбі күні не істеп тұр балалар? Не істеп тұр? Жер жыртып, бақшада жүр. Бейсенбі күні қай күні? Жарайсында 4 деп жазамыз. Қымташтан жазамыз. 4 деп жазамыз. Жарайсын. Марим жазсын ба? Жаз. Осылай жазамыз. Жарайсындар балалар. Ары жалғастырамыз. Жұма күні Айгерім не істеп тұр? Жұма күні қай күні? 5 деп жазамыз. Балаларым өте ақылды. Апта күндерін өте жақсы Ал Айгерім сенбі күні есенді айдап тұр. Сенбі күні қай күні? 6 деп жазамыз. Айтқашан басын көтеріп Ал аптаның соңғы күні қай күні? 7-ші күні. Айгерім қайда барған? Серіге. Ендеше 7 деп жазыңыз. Балалар, орында болып бар? Иә. Өте жақсы. Қарындашты салып, ішіне дәптерді жауып қоямыз. Балалар, мен сендермен ойнағым келіп тұр. Маған Аныққан мен Қауқашан келе ғой.
берейін. Бұл ойынның шарты балалар. Мұнда құрттар берілген. Ал мұнда текше бар. Ал мұнда түрлі түсті пішіндер. Балалар, сендерде мұқият қарап отырым, жарай ма? Сендерді де ойнатамын. Мен мына текшені лақтырамын. Қандай пішін түседі? Сол пішіндерді алып құртқа тізесіңдер. Кім көп пішін тізеді, құрты тез толады, сол бала жеңіске жетеді. Балалар, бұл ойын жылдамдықты талап етеді. Ал кеттік. Қара түсті, қызыл түстін таңдаңдар. 4 бұрыш, қызыл түсті 4 бұрыш. Амырхан алып қойды. 3 бұрыш жасыл түсті. 3 бұрыш жасыл түсті. Амырхан шапшаң, Гаухар қалыспаймыз. Жасыл түсті 4 бұрыш. 4 бұрыш жасыл түсті. 4 бұрыш. Жарайсыңдар. 3 бұрыш қызыл түсті. Қызыл түсті 3 бұрыш. Иә, Гаухар тапты бұл рет. Сары түсті 4 бұрыш. Сары түсті 4 бұрыш. 4 бұрыш сары түсті. Иә, жарайсың. Сары түсті дөңгелек. Дөңгелек. Сары түсті Әмірхан шапшаң екен. Жарайсың. Жасыл түсті тік 4 бұрыш. Тік 4 бұрыш жасыл түсті. Жасыл. Иә. Көк түсті тік 4 бұрыш. Көк түсті тік 4 бұрыш. Тік 4 бұрыш. Жарайсың. Сары түсті тік 4 бұрыш. Сары түсті тік 4 бұрыш. Әмірхандық толған екен құрты. Әмірхан, сен неше пішінтісің? Санашы алдымен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Неше? 7. 7 пішін. Әмірхан балалар құртқа 7 пішінді тізіпті. Бірінші тұрған пішін түсі қандай? Түсі қандай мына? Қызыл қандай пішін? Жарайсың, өте жақсы. Гаухаржан, сен неше пішін тіздің? 3. Бірінші тұрған пішін түсі қандай? Қызыл. Жарайсың. Ал мұнда балалар Әмірхан шапшаңдық танытты. Гаухар, келесіде сенде Әмірхан сияқты шапшаң бол, жарай ма? Жарай ма? Өте жақсы балалар. Ойын сендерге ұнады ма? Балалар, мен жалғастыратын боламыз. Қане отырауы. Өте жақсы. Балалар, маған қарайды. Бүгін біз қандай оқу қызметін өттік? Математика. Бізге не көмек сұрады? Ешкі. Біз неге көмектестік бақыр? Ешкіге көмектестік. Ешкі көмек сұрады, солай ма? Менің тапсырмаларым орындадық? Қасқырдың тапсырмалары. Тапсырмалар сендерге қиын болды ма? Қиын болмады, солай ма? Біз тағы не істедік, балалар? Не істедік? Иә, сосын? Өте жақсы. Ағаштан жетті сәнді. Жарайсың, Гаухаржан, өте жақсы балалар. Мақалметтер тақпақ айттық. Жарайсың, мақалметтер тақпақ. Ойын ойнадық, өте жақсы. Құрттар ойын ойнадық, өте жақсы. Өте жақсы балалар, сендердің барлықтарың бүгінгі оқу қызметіне өте жақсы қатыстыңдар. Мен сендерді жақсы көрем балалар. Атап айтсақ, мен Кәусар, Әмірхан, Гаухар өте жақсы қатысты. Келесіде де осылай қатысың, жарай ма балалар? Қандай әдемі ақылды балаларсыңдар. Енді сендердің қазір көңіл күйлеріңді білгім келіп тұр. Мысалға, менің көңіл күйім қазір мынаның ішінде. Сендер де ашыңдар. Менің көңіл күйім балалар өте жақсы. Сендер сияқты балалармен осылай тағы өткен оқу қызметтерін өткен өте жақсы. Менің көңіл күйім балалар, бұның ішінде 3 бейне берілген. Мен оның мына бейнесін таңдағым келіп тұр. Менің қазіргі көңіл күйім мынадай балалар. Сендердікі қандай? Өте жақсы. Қане көрсетіңдерші, өте жақсыны. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Ал ендеше сапқа тұрамыз, топқа барамыз. Қолдарыңа ұстап шығыңдар.
Қайырсаң қойсын. Қане. Кел. Нұрсан кел. Қонақтарға көңілдеріңді көрсетіңдерші. Қане жақында сүйме жат. Жібек дейді. Жібек, Нұрсет, кел жаным бол. Қараймыз. Қандай көңілдерің? Жақсы. Өте жақсы, жарайсыңдар. Балалар, енді келген қонақтармен қоштасамыз. Ал енді көңіл қонақтарға беріп кеттің, қонақтардың көңілдері кейін сұрайтын боламын. Ал, бере ғой. Рахмет.